Менің аты жөнім Әлібек Абатов, Алматы қаласынан боламын. Осы енді Қуандық деген менің балам. Осы Дүлже қаласына былтырдан бері дайындық курсынан өтіп, уже міне 6 айдан бері шүкіршілік жақсы өтті деп ойлаймын. Емтиханды да тапсырып, өйткені біз осы 2 күн болды Стамбул қаласы арқылы Дүлжеге келіп, мына кеше көрдік, орналастырды. Мына жерде сондай риза болып жатырмын. Күтіп алып, ұйымдастыру жағы деңгейі өте жоғары екен. Алып келіп Дүлжеге біздің жаңа университетті көрдік, жатақханаларды көрдік. Жатақхана деген аты болмаса, квартира ғой. Әдемі, жаңадан салынған, бізге өте көңілімізден шықты. Спортпен айналысатын жерлері бар екен, астынан жерде оқимын деген балаға бәрі дайын. Енді ол жағын көріп риза болдық. Керемет, табиғаты да керемет. Тамаша енді. Сол баламызды білім алсын деп сенім артып жіберіп отырмыз. Осындай енді мынандай жақсы условия, жақсы болғаннан кейін енді сенімімізді ақтайды деп ойлаймыз. Көңілім толып, енді бұйырса бүгін ауылға қайтайық деп отырмыз. Негізі Турцияны қалай таңдадыңыздар сіздер? Ана басқа мемлекеттерді таңдамаңыздар ма? Мысалы Польша, там нелер бар ғой. Мен былай бұрыннан да еститінмін Турция жағын, бірақ мен емес, баламның қалауы солай болды. Баламның қалауы солай болды. Балам таңдады, одан кейін артынан ойласты, үйде отырып. Содан кейін көбінесе маған Турцияның мына несі бұл жақта кішкене бізге өзіме де ұнайтын бұрыннан. Өйткені бұлардың не жағы бізге ұқсастау, мұсылманшылығы бар, тәрбиелік бар, тәртіп бар. Кеше мен нелерді көрдім, мысалы көріп жатырмын, адамдардың көзқарасы, қазақтарға деген көзқарасы, бізді күтіп алуы, бәрі жақсы көңілден шығып жатыр. Сосын жаңағы тәртіптілік те бар екен. Турция деп шештіңіздер, потом компанияға қалай іздедіңіздер? Қуандық өзі тауып алды ма? Өзі тапты. Өзі тапты. Сосын бізге айтты, тауып содан кейін шақырту келді, осы Дүлжеден шақырту келді. Шақырту келгеннен кейін ары қарата бізге келістік. Оқуын өзі үйде отырып жалғастырды. Бір-екі компания қарадыңыздар ма, не бір-ақ компанияға қарадыңыз? Сол бір компанияға қарадық. Басқа іздемедіңіздер? Жоқ, іздемедік. Осыны. Көңіліңізден шықты ма деген ғой? Шықты, жақсы шықты. Енді көңілімізден шықты. Ары қарата енді кеше балаларды өзімен бірге Алматыдан келген балаларды да көрдік. Енді олардың бәріне сәттілік. Олардың алға қойған мақсаты осы 4 жыл біздің үмітімізді ақтап оқып шығу ғой. Соны біз өз көзіммен көрейін деп мен әдейі келдім, әдейі келіп, жаңа жатақханасын бәрін көрдім, ана жерде жүрген адамдармен араласып сөйлесіп көрдім. Тамаша, керемет, көңілден шығады. Оның үстіне Алматыдан ұйымдастырып жатқан осы компанияның жаңағы қызметкерлеріне алғысымды айтамын. Өйткені осы жақтан күтіп алды, ешқандай проблема болған жоқ. Басында кішкене ойлағанбыз, қалай болады екен, қалай болады, барғаннан кейін қалай деп, енді Дүлже дегенді өмір келіп көрмеген қалай. Ана жерден ештеме жоқ, күтіп алды да бәрі автобусқа отырғызып, мына жерге бәрімізді ұйымдастырып алып келді. Оларға әрине қиын болып жатты, өйткені кешігіп келіп жатты, самолет кешігіп келіп жатты. Жан-жақтан соларды бір жерге топтастырып, ұйымдастырып осы жерге алып келді. Бізге үшін қиындық туындаған жоқ. Енді жаңағы компанияның қызметкерлері кішкене әуре болып жүгіріп жүргенін байқап жатырмыз. Бірақ бізге ешқандай ауыр салмақ ештеңе салған жоқ. Бәрін тамаша әкеліп орналастырды. Рахмет көп, алғысым шексіз. Сізге рахмет.